Ақшамлар қайыр сентябрынан 20 эфирде заман Қырымвет дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Қырым ішғалден азат етілмесі үшін халықара музакире мейданы тешкіл етілмелі. Бұны Украина президенті Владимир Зеленский Европа бірлігінен тыш ішлері ве қапсызлық сиясеті бойынша уйкен темсілжесі Жозеп Боррель иле Корошкені вақыт айтты. Корошев девамында Украина шарқында женг тоқтатылмасы ве ішғал етілген Қырымда олған вазиетні музакире еткенлер Европа бірлігінен темсілжесі қайдеткенне көре, Европа бірлігі Қырым ішғалына іч бір вақыт танымайжақ ве бұл позициядан қайтмайжақ. Для нас це дуже важливе питання, яке за останні роки війни пішло чомусь на задній план і ніде не піднімається. В Мінську це не той майданчик формату піднімати питання саме Криму. В нормандському форматі Україна піднімала питання Криму, але ми розуміли, що там діалогу з цього питання не було. Тому для нас ключове питання, щоб з'явився постійно діючий майданчик, на якому піднімаються питання, перш за все, гуманітарне питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, питання взагалом повернення нашої окупованої території. Я хочу ще раз, пане президенте, наголосити на нашій незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Я хочу сказати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, ми ніколи її не визнаємо, і з нашого боку ми готові розглянути мирне рішення, яке буде підтримано Україною. Бір кішілік пикеті чүн ішғалжелер сияси Абу Сервер Мустафаевтың анасы Венера Мустафаеваға қаршы меморидава башлатқан қадын. Оғловеда еді Қырым татар сияси мабусіне ұқым сеслендірілместен евел сентябрінен 15-інде Бақчысарайда Жамиде олған субет терроризмде гел оғлымы қайтарыңыз язылы плакаттен бір кішілік наразылық кечерген еді. Сентябрінің 16-сында Русияның Женебе Арби махкемесі сияси мабуслеріні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні күчінен запт етмейін тылуында қабатлап, 13-тен 19 елға қадар махкем етті. Ішғалжелер Венера Мустафаеваға қаршы бірден екі протокол тізген. Бірі санкедерсін ось акциясы аққында евелден хабер етмегені, екіншісі есе карантин қайделеріні бұзғаны үшін. Рус махкемесі Венера Мустафаеваны 30 000 рублеге жезалай біле. Жемаат ішлері яда асла 10 күнге апске ташлай біле. Адвокат Лилеге Минджей ішғалжелерінің әрекетлері қанунсыз олғанына білдірді. Одиночный пикет не требует каких-либо уведомлений, так как данный пикет проводился без сборно-разборных конструкций. Одиночный пикет, он не несет самого главного фактора массовости, поэтому говорить о нарушении режима повышенной готовности здесь не приходится. Я вижу, что это просто опять-таки идет такое давление на нас, опять-таки хотят просто, видимо, припугнуть нас, чтобы дальше люди не выходили, чтобы, люди побаивались. И они сами, конечно, не до конца понимают, что вообще происходит, и сами они до конца вроде бы не осознают, что это все правильно. И сами понимают абсурдность этого сегодняшнего мероприятия. Ішғалжелер Қырымда экстремизмде шекленген екі кіші яқаланғанына хабер етті. Біріні тұрғынсызлашмада, екіншісіні терроризм ве экстремизмні тешвиқатында шеклейлер. Бірінші яқаланған 22 яшында Украина ватандашы олғаны белі. ФСБ қадемлері оны Русияның топрақ бүтінлігіні бозмаға чағыруларнен язывлы шеярлар тартқанында қабатлай. Ішғалжелер оны сентябрінің 19-ында тұтқан. Сентябрінің 21-де Ішғалжелер 28 яшында олған Украина ватандашыны яқалаған. Оны терроризм ве экстремизмны ақлағанында шекелелер. Кентов девамында санки патлайжы мадделер, атыжы силяға оқшаған шейлер ве экстремистик білдірмелер тапқанлар. Қырымнан Ішғалжелер махкемесі Украина ватандашыларыны апске алған ләкин мұддеті белледе кел.
Русия ишгал етілген территориялар азат етіліп музакиресінден қачынмаға істей. Более Русияде қабыл етілген яңы қанунны Меджлис азасы ве Қырым-Татар ресурс мерkezінен ел басшысы Ескендер Бариев изатлады. Русия Девлет Думасы қабыл етілген деңішмелерге көре Русия топрақларынан айрылмасы чағыраулары экстремизм оларақ сайылы. Более чағыраулар олса қабатлы инсанны 500 000 рублей пара жазасы беклей. Қанунны бозған инсан да бір кере чағырув япса, оны 4 елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Русия сыңырларына деңіштірмек үшін чағыраулар дегелде әрекетлер олса, 10 елі қапыс мұдеті белгілене боле. Бұл деңішмелер Русия мемурларына да тарқала дей Бариев. Олар ишгал етілген Қырым век Курилы қайтарылуы аққанда лaf біле алып бармалары үшін. Ескендер Бариевнің фікіріне көре, бұл қанун ишгал етілген Қырым руслардан азат етілмесіне ичте кедер етмес. Чүнки бұл процесслер Бірлескен Миллетлерінің незаретінде өткерілежек. В том числе ограничиваются возможности даже чиновников. И даже в будущем российский чиновник не может обсуждать тему Крыма как не территорию Российской Федерации. Во всех документах ООН в соответствии с резолюциями вопросы, скажем, оккупации Крыма, вопросы оккупантов, как Россия, как страна-оккупант, и Крым, как оккупированная территория, она будет рассматриваться. И вопрос как целостности Украины и как Крым часть Украины будет рассматриваться в ООН. Ишгалжилер Қырымның мемори сыңырындан кечеш қайделеріні саделештірді. Ендіден ишгалжилерінің паспорты олған Қырым сакинлері ярмада тышында яқын ақрабасы олса ич бір маниясыз Қырымдан чоқ кере Украина қытасына чықа біле. Евелсі карантин сыңырлары олғандан себеп тек бір кере Қырым тышына чықмақ мүмкін еді. Сербист Украина қысымында яшыған ве ишгалжилерінің паспортыны алмаған көчкен Қырым сакинлері ярмадада Хаста ақрабасы олса текрар анда бара білелер. Эвел карантинден себеп ишгалжилер тек бір кере Қырымны зиярет етмеге рұқсет береді. Днепр сувы Чундженк Русияның десантчылары Белорусияде су қауышақларыны запт етмеге огренді. Ишгалжилерінің маневрлары Шымали Қырым каналына қаршы япыла білген ұжымге бензей. Қырымда құрғақлық олғанандан себеп ишгалжилерге сув пек зарур. Қырымда да тахменен 30 пой сувсыз қалды. Бұл сефер Ярмаданын Шымалінде. Қойылар құрой сув ташыған машиналар есе етішмей. Ахмеджетте есе сув сауытлары сувсыз тұра. Инсанлар есе Жедвел бойынша берілген күрлеве сасық суға алышы башлады. Чоқ қатлы евлерде есе сув 5-ші қаттан yüksek көтерілмей екен. Тәпсілатлыжа лепқамызда сейретіңіз. Құрғақлық Қырым бойы тарқалмаға девам еті. Эвел сув қытлығы меркези Қырымда олса шымды сув ярмада шымалінде де етішмей. Ишгалжилер тарқатқан малыматқа көре бірқач ел эвелсі қазылған құйылар құрой. Да 29 кой сувсыз қалмақта. Сувна сув ташыйчы машиналар ташыйжақ екен. Ләкен машиналарынан сайысы пеказ. Вада Крыма шirketінің мудирі Владимир Баженов сақажы машиналар сатын алмаға істе ама пара етішмегенне шекайет еті. Ахмеджет ветрафында олған кой век қасаба сакинлері бір айдан берлі сувны жедвел бойынша құллана. Ишгалжилер атта балабан көк сув сауытларына ерлештірі башлады, ама олар чоқысы вақыт сувсыз тұра. Бору бойынша берілген сув тотлы, сасық ве чоқысы вақыт чоқ қатлы евлерінің төпедекі қатларына көтеріліп оламай. Более вазиет мисал оларақ Ахмеджетнің Белокуна микрорайонында. Да качество отвратительное, но мне бы хоть какое-то качество. Дело в том, что говорили, обещали эти баки. Где они? Баки не установлены. Вчера на 9-м я жалуюсь, а вчера еле до 5-го доходила. Вчера вообще не было, 8-й этаж. Вообще не было воды, наверх даже не доходила. А сегодня в 7:20 ее уже не было. Было с 6 до 9. Сейчас 6, если дадут, всем уже отключают. Все. И струечка такая, что, извините. Тоже грязная. Грязная вода идет. Уже стараемся так, чтобы слить ее. Потом уже набираем там на питание.
Ишгалжилер Ахмеджитеки су анбарына толдырмақ үшін 100 миллион рубле сарф етіп суны Тайганская ве Белогорская су анбарларындан помпалайлар. Ләкин бұл файдасыз дей құрылтайынан сайлав комиссия рейсі Заир Смедля. Су бұвланып йоқола, яда құры топыраққа сынып кете. Власти Крыма делают все, чтобы эта проблема была еще глубже, еще шире. То есть это, с одной стороны, увеличение количества населения Крыма, строительство новых домов, увеличение количества присутствия здесь и военных, и силовиков. Они же все тоже потребляют воду. Ақярны есе етрафында олған көйлерге зарар кетіріп құртаралар. 60 километр ұзақлықта кечкен Көккөз өзенінден суыны Ақярға чевермеге қарар алғанлар. Ләкин бойле қарарға еркес қол тұтмай. Көккөз ветрафында олған көй сәкінлері өз наразылығаны білдіре. Если говорить про Кокоску, мы все лето в ней моемся. Просто банально моемся. Купаю детей, стираю вещи. Просто привожу детские вещи и стираю там хозяйственным мылом. Речка нам очень нужна. Вот мне просто она нужна, просто насущно. Там Бельбекская долина еле-еле-еле. Почему? Потому что там в Верховьях забрали до южного берега. Если здесь заберут еще для Севастополя, значит все остальное до самого моря, значит это в перспективе мертвая зона. Ақяр сумен темин етілув меселесі ең yüksek seviyede muzakere етілі. Етрафта олған көйлерден суыны помпалап Ақярға берілмесіне атта Русия президенті Владимир Путин қол тұтып 4 миллиард рубле айырылмасына авали еткен. Ишгалжилер пек ашыққа, чүнки Русия ордусы да сусыз қала біле. Русияның Қараденіз флоту есе Қараденізде Украина ве НАТО күчлеріні қорқызмаға девам ете. Yüzlerce zırhlı техника, вертолет ве парашютчилер. Украина сыңырларындан 70 километр месафеде Русия ве Беларусь ордысынан Славянское братство адлы талимлері кечірілі. Талимлерге Псковск десантчылары да желп етілген. Олардан баста Украина арбилеріні есірлікке алған еді. Талимлерінің эпсанесіне көре оларының душманы регионда алған екене сув чоқрағыны запт еткен. Русия әскерлері есе өзенні кечмеге, десант шурмеге ве сув тұйымыны өз незаретіне алмаға огренделер. Гызлы ималары аңлашылақ. Запт етілген Қырым ве Русияның арби базалары Днепр сувсыз чоққа даянмас. Ишгалдан 6 елы девамында Русия Украина хакимиетінің векіллеріні сатып алмаға ве дипломатик айын ойынлар кечірмеге тұрышты. Истихбарат Русия арбилері Шымали Қырым каналыны өз незаретіне алмаға интылуф япа білгенні истисна етмей. Украина хакимиетінің позициясы деңішмей. Қырымға сув тек ишгалжелерден бошатылған сон берілежектір. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украина семасында Америка авиациясы инсанлар өз телефонларына Киев е Днепр үстінде ұчқан Америка Бірлешкен Девлетлер ордысының конвертопланларыны шығардылар. Конвертопланлар Днепр үстінде алчақ ұчып идманлар кечірген. Полтава, Днепр, Запорожье, Черкасы ве Херсон семасында да Америка ве Британияның истихбарат ве бомбардыман ұчақлары ұчып кечкен. Бұл ұчышлар Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің ұвыми талимлерінің бір қысмыдыр ве Украина тарихінде илік сефер кечірілі. Оспрей адлы конвертопланларының бір тақыма Қарадеңіз семасында яқарлық толдырмаға да огренген. Кечкен күн девамында Украинада 3,5 ковид-19 хастасы белгіленген. 711 кіші хастаханеге еткізілған, 63 хаста вефат еткен. Украинада хасталарының сайысы эксілмей аксене күн-күнден артмақта. Хасталар сайысына көре Харьков, Тернополь ве Киев велеетлері лидерлер. Карантин емшатылмасы үшін Украинаның 22 велееті азырдегел. У нас кількість людей, які мають важкий перебіг хвороби, зростає, і ми надаємо цю медичну допомогу, надають наші, без перебільшення, наші герої, лікарі, які рятують кожного дня наших пацієнтів. Але багато що залежить від всіх нас, шановні українці, щодо зупинення цієї коронавірусної хвороби. Отже, дотримуйтесь правил нової реальності.
дотримуйтесь рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Ишгал етілген Қырымда кечкен күн девамында коронавирус хасталығы олған 3 кіші вефат еткен. Пандемия башлағанынан берлі 54 инсан COVID-19 құрбаны oldu. Коронавирусқа ұғыраған Қырым сакинлері хасталық тәздіқланғанына біле бақмадан, оларны хастаханеге ятқызмағанларына шикайет етелер. Бұл саат қазір олған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айрылманыз көрішкенже.